Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет, қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызға жылы суымызды, қантымызды, аштығымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды, тұзымызды және майымызды қосып, қамыр илейміз. Содан соң қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызға шамалы ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың үстіне кетчуп пен майонезді араластырып жағып шығамыз. Содан соң салмасын салып шығамыз. Салмасын өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Мен бірінші сыр, содан соң қызанақ, колбаса, тәтті бұрыш салдым. Енді пиццамызды 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Қамыры жұп-жұмсақ, дәмі керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.